Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен үй жағдайында дәл фастфудтағыдай дайындалатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Бірінші ыдысымызға су, ашытқы, тұз, шекер, өсімдік майын құйып араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. 10 минут өткеннен кейін ұн салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Тестіміз жақсы көтерілген. Пешімізді ең жоғарғы градусқа қосып қоямыз. Егер осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, 3 пицца шығады. 3 бөлікке бөліп аламыз. Пергамент қағазын төсеп, қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, оқтаусыз жайсаңыздар болады. Қалыңдығы бірдей жұп-жұқа тегіс етіп жаямыз. Енді үстіне кетчуп пен майонезді жағып шығамын. Үстіне салмасына мен алдын ала дайындап қойған болатынмын. Сырды теркіден өткізіп, колбасаны турап қойдым. Енді осылардың бәрін қойып шығамын. Қызып тұрған пешке 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Одан артық қоймаймыз. Пешіміз өте қатты ыстықта қызып тұрған болу керек. Тестіміз әппақ болып тұрса, ол ештеңе етпейді. Одан артық ұстаса күйіп кетеді, яғни қытырлап қатты болып қалады. Осындай жұп-жұмсақ пицца дайын болды. Менің рецептім ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.